Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттарынан құралған арнайы жұмыс тобы құрылыс кодексінің жобасын талқылауда. Осы жұмыс тобының кейбір мүшелері жалпы құрылысқа берілетін кепілдік мерзімін 10 жылға дейін ұзартуды ұсынып отыр. Бұл аталған ұсынысқа Қазақстан құрылысшылар одағының ұстанымы келесідегідей: елімізде өндірілетін немесе сатылатын құрылыстың әртүрлі элементтеріне, яғни бояулар, терезе, қасбеттік материалдар, осы материалдарға өндіруші беретін кепілдік мерзімі 3 жылдан 5 жылға дейін екен. Осыны ескере отырып, құрылыстың қосымша компоненттеріне берілетін кепілдік мерзімі құрылыс өндірушінің беретін кепілдігі шеңберінде болуы тиіс деп санаймыз. Ал құрылыстың негізгі құрамдас бөліктеріне, яғни іргетас, жақтау, шатыр, оларға берілетін кепілдік мерзімін ұзартуды біз қолдаймыз. Ал сіздің ойыңыз қалай? Төменде жазып кетіңіз.